Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Лайк басып, комментарий қалдырып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Бүгін сіздерге грек жаңғағын таныстыратын болам. Деніңіздің саулығы үшін пайдалы ақпарат болатынына сенемін. Грек жаңғағының пайдасы қандай? Жаңғақтардың адам ағзасына тигізер пайдасы өте мол. Олар ағзаны қалыпты жағдайда ұстап, түрлі ауруларға қарсы күресетін күш береді. Жаңғақтың түрлері өте көп, әрқайсының өз алдына емді қасиеттері бар. Бүгін біз солардың бірі грек жаңғағы туралы айтатын боламыз. Шын мәнінде грек жаңғағы пайдалы ма, зиян ба? Олардың жиі қолдануға бола ма? Бұл жаңғақтар күш-қуатымызды қалыпқа келтіріп, бойдағы сырқатты жеңуге көмектеседі. Мәселен, қант диабеті. Оның белгілі бір мөлшерін күнделікті ас мәзіріне қосып отырған жөн. Бірақ дәрігерлер күніне 100 грамын ғана пайдалануға кеңес береді. Одан көп жеу зиян келтіруі мүмкін. Миға ең пайдалы тағамдардың бірі жаңғақ. Ол денені ауыр ақыл-ой және физикалық еңбекпен қалпына келтіруге көмектеседі. Таңқаларлық факті, жаңғақ С дәрумені бойынша цитрус жемістерінен 50 есе асып түседі, және бұл жаңғақтың бірегей ерекшеліктері емес. Грек жаңғағы мидың жұмысына көмектеседі деп бекер айтылмаған. Құрамындағы май қышқылдары есте сақтау қабілетін жақсартады және седативті әсерге ие, осылайша стресс пен жүйке кернеуінің әсерін азайтады. Құрамында дәрумендер мен микроэлементтердің көп мөлшері ағзаны нәрлейді және күшін қалпына келтіреді. Сонымен қатар иммунитетті жоғарылатады. 100 грамм жаңғақ тағамдық құндылығы бойынша бидай бөлігінің жартысына немесе 1 литр сүтке тең. Жаңғақ құрамындағы мырыш пен иод теріге, шашқа, тырнаққа және қалқанша безге пайдалы. С және Е дәрумендері антиоксидантты қасиетке ие, қартаю процесін баяулатады және қоршаған ортаның жағымсыз факторларының әсерін азайтады. Грек жаңғағын медицинада қолдану. Жаңғақ өте қоректік, сондықтан ол аурумен әлсіреген, иммунитеті төмен, тамақтанбаған адамдардың диетасына енгізіледі. Өсімдіктің жапырақтары бүйректегі кептелу, қуық пен асқазанның қабыну аурулары үшін емдік шай ретінде қайнатылады. Май косметологияда, сондай-ақ табиғи сабын өндірісінде қолданылатын жаңғақ дәндерінен алынады. Май қабынуға қарсы әсер етеді және тері ауруларына қолданылады. Жасыл жаңғақ қабығы фармацевтикада терінің туберкулезіне қарсы препараттың құрамдас бөлігі ретінде қолданылады. Пісіру кезінде грек жаңғағын пайдалану. Грек жаңғағы бұл көптеген тағамдарға, десертке және негізгі тағамға керемет қосымша. Әдетте олар басқа өнімдерге қоспа ретінде дәл қолданылады, бірақ кейде джем немесе паста жаңғақтан жасалынады. Назарларыңызға жаңғақтың пайдасын ұсынатын болам. Зейін шаршаңқылығын кетіреді, сүйек пен тістерді қуаттандырады, денеге қуат береді, туберкулезден қорғайды, тамыр қартаюының алдын алады, қан айналымын жақсартады, іш өтуін тоқтатып, теріні тазалайды, сүйелдерді кетіреді, асқазандағы желді кетіреді, тұмауға қарсы әсер етеді, жөтелді тоқтатады, шаршағандықты және әлсіздікті басады, ісік қалыптасуына бөгет болады, қан қоюлануын алдын алады, ауыздағы жағымсыз иісті кетіреді, ойлау қабілетін дамытып, жүректі қуаттандырады, холестериннің азаюын қамтамасыз етеді, жүйке жүйесін қуаттандырып, бауырдың функцияларын реттейді. Қант диабеті науқастары үшін өте маңызды болған инсулинді арттырады. Жаңғақтың майы беттегі дақтарға жағылып, массаж жасалса кетеді. Жаңғақтың жапырақтары және қабықтары қайнатылып, балмен араластырып ішілсе, қан аздығына жақсы әсер етеді. Жаңғақ қабығының пайдасы соншалық, оны кейбір дәрі-дәрмектерді шығаруда қолданылады. Косметологияда лосьондар мен тониктердің құрамдас бөлігі ретінде қолданылады. Ең алдымен қауыз жараны емдейтін қасиетімен бағаланады. Бұл тіндердің регенерация процесін жылдамдатып, зақымдалған бетті дезинфекциялайды. Бұл қайталама инфекциялардың алдын алуын қамтамасыз етеді. Жаңғақ жеген жан суықтамайды. Қазан айының соңына қарай пісіп жетіле бастайтын жемістің бірі осы грек жаңғағы. Тұқымы Грекиядан әкелінгендіктен осылай аталып кеткен. Жаңғақтың денсаулыққа пайдалы тұстарының бірден-бір дәлелі, мысалы, кептіріліп, ұнтақталған жаңғақ дәрінің 1 қасығын жарты литр суға салып, 1-2 минут қайнатып, 1 тәулікке тұндырып, күніне 30 граммнан 3 мезгіл ішетін болсаңыз, яғни үзіліссіз 2-3 ай көлемінде, ондай адам қант диабетінен айығатын көрінеді.
Жаңғақтың пайдасының мол екенін халық медицинасы да дәлелдеп келеді. Өзі ғана емес, қабығы мен жапырағы да емдік мақсатта жиі қолданылады. Жапырағының ауыз қуысына және қызыл иекке арналған тұнба жасайды. Сондай-ақ оның қайнатпасы жараның тез жазылуына көмектеседі. Отадан қалған ізді кетіреді, ішек құрт, қабыну, қант диабеті ауруларынан айығуға көмектеседі. Қан құрамындағы холестеринді азайтады. Сонымен қатар косметикалық мақсатта да қолданылады. Жаңғақ қаншалықты пайдалы болғанымен, оның аллергия тудыру қаупі бар. Бойында аллергия, псориаз, экзамен сынды аурулар бар адамдар жаңғақты абайлап қолданғаны жөн. Егер омырауда балаңыз болса, жаңғақты көп мөлшерде жемеңіз. Біріншіден, ауыз қуысының уылына келеді, екіншіден, балаға бөртпе шығуы мүмкін. Грек жаңғағы өте тойымды, ол наннан 2 есе калорияға ие, сондықтан толысуға бейім жандар да сирек қолданғаны жөн. Бұл өнім өте жоғары калориялы, сондықтан жаңғақтың максималды мөлшері тәулігіне 100 грамм. Бұл семіздікке шалдыққандар үшін өте маңызды. Грек жаңғағы өте күшті аллерген болып табылады, сондықтан оны аздап жеп диетаға біртіндеп енгізу керек. Сондай-ақ, асқазан ішек жолдарының созылмалы қабыну аурулары кезінде бұл жаңғақтарды өте мұқият және бірнеше данадан асырмай жеу керек. Грек жаңғағы мықты калориялы болғандықтан оны семіздікпен күресіп жүргендерге және балаларға мөлшерден тыс жеуге болмайды. Бұларды теріс тұтыну, ми жұмысы мен бадамша бездерінің қызметіне кері әсерін тигізуі мүмкін. Грек жаңғағының кері әсері нейродермит ауруының алдында, ішек және асқазан асты аурулары кезінде қолдануы қарсы. Өнімді тек балғын күйінде тұтынған дұрыс, өйткені көгерген жаңғақтың құрамында қауіпті ісік пайда болғызатын афлатоксиндер бар. Жаңғақты тұтынырда өте мұқияттылықпен жеген дұрыс. Жаңғақтың пайдасының мол екенін халық медицинасы да дәлелдеп келеді. Өзі ғана емес, қабығы мен жапырағы да емдік мақсатта жиі қолданылады. Жапырағынан ауыз қуысына және қызыл иекке арналған тұнба жасайды. Сондай-ақ оның қайнатпасы жараның тез жазылуына көмектеседі. Отадан қалған ізді кетіреді, ішек құрт, қабыну, қант диабеті ауруларына айығуға көмектеседі. Қан құрамындағы холестеринді азайтады. Берілген ақпараттар пайдалы болып кәделеріңізге жараса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.